Баршаңызға сәлем. Алтын ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп алыңыздар. Бүгін біз осындай үйге киетін аяқ киім тоқимыз. Бұл бізде тоқылған түрі. Енді біз осындай қылып екінші табанына тоқимыз. Бізге керек осындай табан және осындай жіп. Менде жіп, иран жібі. Осындай бір моток жетеді, екі қабаттап тоқимыз. Және осындай ілмек. Ілмектің екінші размерлік ілмекпен тоқимыз. Және қайшы. Біз енді жібімізді екі қабаттап орап алдық, дайындап. Енді тоқуды бастаймыз. Енді осы жерде қай жерден бастау керек екенін көреміз. Ілмекті осылай қойған кезде осындай жерден бастасаңыздар болады. Ілмегімізді арнайы осындай табанның жібінен өткізіп аламыз. Ілмегімізге жібімізді іліп, шығарып аламыз осылай. Енді артық жібімізді осылай арасына бірге тоқып кетеміз. Жібімізді ілмекке іліп, осылай табанның жібінен өткізіп, жібімізді іліп алып шығарамыз. Осылай 1, 2 көтереміз. Енді осылай жібімізді іліп алдық. Табанның жібінен өткіземіз. Сосын шығарамыз. Бізде 3 болды ғой, екеуінен, сосын тағы екеуінен іліп аламыз. Мінекей өткізіп алдық. Жоғарғата міне екеу іліп аламыз. Сосын қалған екеуін жоғарғата іліп аламыз. Әрбір табанның әрбір жібінен екі-екіден өткізсеңіздер, сол жетеді. 1, 2 іліп алып жоғарғатай көтереміз. Мінекей іліп аламыз. Шығарамыз. 1, екеуінен бірге өткіземіз. 2 екеуінен өткіземіз. Жоғарғата 2 рет көтереміз. Осылай айландырып тоқимыз. Осы бір әдіспен тоқып, аяқ жағына дейін алып келеміз. Сіздерге қысқаша көрсетейін. Енді аяқ жағына қарай жеткен жерін көрсетемін. Мінекей қыздар, осы бір әдіспен тоқып, аяқ жағына дейін келдік. Мінекей 1, 2 жоғарғатай көтереміз. Енді осылай жіппен екі жағын дәлдеп аламыз. Осылай дәлдеп көріп аламыз. Жетпей тұрса, тағы бір рет тоқып жібереміз. Енді осылай осы жерде ілмегімізге жібімізді бір рет іліп аламыз. Және алдыға қарай осылай өзімізге қаратамыз. Алды жақтан қаратамыз. Және тағы бір рет іліп аламыз жібімізді. Енді әрбір көзден осылай бірінші әдісті қалай тоқыдық, дәл солай осылай тоқып шығамыз. Ілмегімізге жібімізді ілеміз, көзден өткіземіз, шығарамыз. Осылай 1, 2 көтереміз. Бірінші қатарды айландырып тоқып келдік. Дәл солай екінші қатарды сол әдіспен тоқимыз. Осылай тоқып кете береміз. Мінекей мына жерде ортасына қарай жеттік. Осы бір әдіспен әрбір көзден осылай жоғарғатай ілмегімізбен 2 рет көтереміз.
Осылай аяқ жағына дейін тоқып алып келеміз. Мінекей қыздар, аяқ жағына қарай жеттік. Ең соңғы көзімізді осылай іліп алып тоқимыз. Бір, екі көтереміз. Енді ілмегімізге жібімізді іліп алып, бір рет осылай көтереміз. Іштен қарай өзімізге қарай қаратып аламыз. Енді әрбір көзден осылай бір қатар тоқып шығамыз. Ендігі тоқып жатқанымыз басқа әдіспен. Жоғарыға да екі рет көтермейміз. Осылай бір рет қана көзден өткізіп, бір рет қана іліп аламыз. Осылай аяқ жағына дейін алып келеміз. Осы бір әдіспен. Осылай айландырып алып келеміз. Мінекей аяқ жағына қарай жеттік. Осымен біздің осы тоқу әдісіміз бітті. Осы жерден соңғысын тоқимыз. Артық жібімізді алып тастаймыз да, осы жерде жібімізді бекітіп тастаймыз. Әрбір жерден өткізіп, түйіп тастаймыз. Енді біз осыны аяқтадық. Енді бетін тоқимыз. Бұл жерде біз осылай дәл ортасын дәлдеп аламыз. Дәл ортасын дәлдеп алғаннан кейін сол жерден осы жерден санаймыз. Біріншісі болады, дәл ортасы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ші көзден ілмегімізді іліп аламыз. Осы жерден ілмегімізді іліп алғаннан кейін жібімізді осылай өткіземіз. Жібімізді осылай өткізгеннен кейін осылай түйіп аламыз. Мына жібіміз осылай ортасында тоқылып кетеді. Тоқитын жібімізді ілмегімізге іліп, бұл жерде бізде міне осы жерден іліп алдық жібімізді. Екінші көзді тастап, ортаңғы көз тастап, міне үшінші көзден жібімізді іліп аламыз. Осылай бірінші әдісті қалай тоқыдық, дәл солай болды, солай тоқылады. Бір рет, екі рет көтереміз. Жоғарыға да екі рет көтереміз. Сол көзден тағы бір рет осылай іліп аламыз. Енді келесі бір көзді тастап, екінші көзден тоқимыз. Артық жібімізді осылай бірге алып,
ортасына тоқып кетеміз. 1, 2, 2 рет жоғары қарай көтереміз. Мінекей, сол жерден тағы өткізіп алып, 1, 2. Осы әдіспен басынан аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, осы жерде мұқият қарасаңыздар, жақсы түсініп аласыздар. Ортасына бір көз тастап отырамыз. Бір көз тастап, келесі көзден оқып аламыз. Мінекей, осы жерде соңғысын бекітеміз. Бір көз тастап, екіншісінен іліп алып, осылай түйіп, жібімізді табаннан жіптен өткізіп аламыз. Бұл жердегі бірінші қатарымыз біздің 6 болу керек. Әргі көзге түйген тоқыған өрнегіміз. Мінекей қыздар, 6. Енді осы жерден 3 көз санаймыз. Үшіншісінен ілмегімізді іліп алып, жібімізді шығарып, осылай жібімізді өлшеп, келесі қатарымызды тоқимыз. Мінекей, осылай келесі қатарымыз тоқылады. Мінекей қыздар, осы жерден бірінші қатарымызды осы жерден тоқып аламыз. Мінекей. Біреу. Мінекей, екіншісін тоқып жатырмыз. Мінекей, екіншісін. Мұқият қарап отырсаңыздар, қай жерден іліп алып, қалай тоқып жатқанымды осы видеоның ішінен мұқият қарап отырып көресіздер. Тоқыған кезде бірге бір тоқысаңыздар, көріп отырып, сол кезде өздеріңізге оңай болады. Біз міне екінші қатарымызды тоқып жатырмыз. Екінші қатарымыздың біріншісін тоқыған кездегі қай жерден өткіздім, қай жерінен ілмекпен іліп алдым, сол жерді мұқият қарап басасаңыздар, өздеріңізге түсінікті және жеңіл болады.
Мінекей аяқ жағына қарай жетіп қалдық. Басында қалай бастадық, 3 көзден кейін іліп алдық қой. Сол секілді аяқтаған кезде 3 көз санап, 3-шісінен іліп алып бекітеміз. Мінекей 3-шісінен іліп алып, осылай бекітіп, түйіп тастаймыз. Енді мінекей келесі қатарымызды тоқи бастаймыз. Келесі қатарымызды сол әдіспен тоқимыз. Осылай бір көзден 2 рет іліп аламыз. Осылай бірнеше қатар көтерілгеннен кейін біздің аяқ киіміміздің әдемі узоры шығады. Осы қатарымызды осылай аяқ жағына дейін тоқып келіп, 3 көз санап, 3-ші көзден бекітіп, түйіп аламыз. Енді сіздерге осы алдыңғы тоқымыз аяқталған түрін көрсетемін. Мінекей біз осы жерде ең соңғы қатарды тоқып болдық. Осылай жібімізді аяқ киімнен немесе жіптен өткізіп, осылай бекітіп тастаймыз. Мінекей осымен барлығын тоқып аяқтап біттік. Енді бұл жерде бір рет бір қатар бекітіп тоқып шығамыз. Осылай бекітіп тоқып шықсаңыздар, аяқ киімдеріңіз өте әдемі бір қалыпты шығады және киген кезде алды созылып кетпейді. Мінекей осылай жібімізді осылай өткізіп аламыз. Осылай жібімізді өлшеп аламыз. Тым қатты тығыз жасап қоймаңыздар. Аяқ киімдеріңіз тығыздалып симай қалу мүмкін. Дәлдеп қай жерге дейін тоқыдыңыздар, соны дәлдеп тұрып жібімізді белгілеп аламыз. Енді осы жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай бір қатар тоқып шығамыз. Осы видеодан мұқият қарасаңыздар, қай жерден қалай іліп алып тоқып жатқанымды көресіздер. Осы жерге келген кезде мінекей әр қайсынан осылай іліп алып тоқимыз. Осы жерде тоқып жатқан кезде қай жерден іліп тоқу керек екенін барлығы осылай өзі анық көрініп тұр. Тоқып жатқан кезде қатты тығыз тоқымаңыздар.
боста тоқымаңыздар, тығыз тоқып қойсаңыздар, алды жағы тартылып, өздеріңіз заказ берген кісіге немесе өздеріңізге тоқып жатсаңыздар, дәл келмей қалады. Қатты бос тоқып жіберсеңіздер, киген кезде алды созылып кетуі мүмкін. Біз бұны әдемі көрінсін деп және созылып кетпесін деп осылай бекітіп тоқып жатырмыз. Мінекей қыздар, аяқ жағына дейін келдік. Енді осылай бекітіп, іліп алып, осылай бекітіп, жібімізді түйіп аламыз. Мінекей біздің аяқ киіміміз дайын. Осылай жібімізді түйіп алғаннан кейін артығын осылай қайшымен қиып тастаймыз және ар бері өткізіп түйіп тастаймыз. Мінекей қыздар, осымен біздің үйге киетін аяқ киіміміз дайын болды. Осылай әдемі қылып, керемет қылып, әртүрлі түсте, әртүрлі формада тоқып алсаңыздар болады. Осы бір ғана әдіс, осыны тоқылуы өздеріңіз үшін тоқып алсаңыздар болады. Немесе аналарыңызға, әпкелеріңізге, немесе тапсырысқа тоқып табыс тапсаңыздар болады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, сиқырлы ілмектер арнасына тіркеліп, комментария жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.